Адамдардың пікірін бұрмалап, оларды манипуляциялау өнері сөйлеумен бірге пайда болды. Дұрыс пайдаланылған сөздердің көмегімен адамдарды шабуылға аттандыруға да, жаудан қорқытып қаштыруға да, қандай да бір іске жігерлендіруге де, немесе керісінше мысын басып тастауға болады. Бірақ жалпы манипуляцияның мағынасы бір. Біз істегіміз немесе ойлағымыз келмеген нәрсені істету және ойлату, яғни біреудің бізді пайдалануы. Бұл үдеріс қалай жұмыс істейді? Қарапайым сөзбен түсіндіріп көрейік. Бірінші бөлімде ежелгі гректер Протагор мен Аристотель арасындағы байланысты анықтап алайық. Себебі оларды көп нәрсе байланыстырып тұр. Яғни 2500 жыл бұрын софизм деп аталған сөз алаяқтығының әдіс тәсілдері. Ежелгі гректер өтірікті формалды белгілер арқылы анықтауды үйренген еді. Енді біздің де осы дағдыны қайта қалыптастыратын уақытымыз келді. 2500 жыл бұрын ежелгі Грекияда софистика мектептері белсенді түрде ашыла бастады. Ол жерде саясатқа жаңадан араласқандар үшін сабақтар өтетін, яғни адамдар шешендік арқылы мақсатқа жетуді меңгеретін. Софистердің бұрынғы полистарда тұратын философтардан басты ерекшелігі, олар қандай да бір әмбебап міндеттер мен теориялық ойларды маңызды деп санамайтын. Олар үшін тек практикалық мақсаттардың нәтижесі ғана маңызды еді. Қызығы, софистика нақты ғылым ретінде логикадан бұрын пайда болды. Сондықтан оның дүниеге келуі софистикаға тікелей байланысты. Софистерді кезінде Платон сынаған, ал оның оқушысы Аристотель халықты алдаушыларды мүлдем тоқтатқысы келді. Не болса да ол барынша тырысты, себебі біз 2500 жыл бұрын пайда болған қулықтарға бүгінде алданып қалып жатамыз. Ол формалды логиканың ғылыми негіздерін жасап, софистер пайдаланатын логикалық қателерді түр-түрге жіктеп берді. Негізінде логикалық қате мен логикалық айла тәсіл бір нәрсе, алайда қателікті адам байқамай жібереді, ал айла тәсілді сөйлеген сөзінде әдейі пайдаланады. Аристотель өзінің софистерді жоққа шығару кітабында кез келген софизмді талдап көрсе, онда әдейі жіберілген қателерді тауып алуға болатынын нақты көрсетті. Себебі сол қатенің арқасында софистердің тұжырымдары логикаға сай болып көрінетін. Теорияға тоқталсақ, формалды логиканың ең маңызды бөлігі оның 4 заңы. Оның үшеуін кезінде Аристотель анықтап кеткен: тепе-теңдік заңы, қарама-қайшылық заңы, оңашаланған 3-ші заңы, ал 4-ші толық негіздеме заңын 18 ғасырдың басында неміс математигі әрі философы Лейбниц қосқан. Тепе-теңдік заңы. Көп мағына болған жерде мүлдем мағына болмайды деп жазды бұл мәселе туралы Аристотель өзінің метафизикасында. Яғни пікірлесу барысында әр ой мен терминнің мағынасы бірдей болуы қажет. Пікірлесу кезінде ұғымдарды өзгерту бұл классикалық логикалық қате. Мысалы, пәленше атты азамат жақсы әрі сыпайы адам. Ол велосипед айдауды ұнатады. Пәленшеден мықты қала әкімі шығады. Бұл жерде біз бірінші сөйлемде адамның жеке басының қасиеттері айтылып тұрғанын, ал екінші сөйлемде оның кәсіби қасиеттері туралы қорытынды шығарып тұрғанын көріп тұрмыз. Бұл екі ұғым тепе-тең емес. Қарама-қайшылық заңы. Бір-біріне қарама-қайшы ұғымдар шындық бола алмайды. Кем дегенде олардың біреуі жалған. Белгілі бір зат, белгілі бір уақытта, белгілі бір затқа, белгілі бір қарым-қатынаста болуы және болмауы мүмкін емес. Аристотель. Мысалы, біз ресми тұлғалардан және білдей институттардан келесі мәлімдемелерді кездестіреміз. Қазақстан халқы тұрақтылық үшін президент және парламент депутаттарын сайлау кезінде дауыс беріп, талай рет өзінің саяси сауаттылығын көрсетті. Сонымен қатар, біздің халық әкімдерді сайлауға және басқа демократиялық өзгерулерге әлі дайын емес. Бұл жерден қарама-қайшылықты анық көріп тұрмыз. Қазақстан халқы бір жағынан саяси сауатты да, екінші жағынан әкімді сайлау сияқты ең қарапайым нәрселерге дайын емес. Оңашаланған 3-ші заң. Бір-біріне қарама-қайшы ұғымдардың екеуі де шындық немесе екеуі де жалған болуы мүмкін емес. Бір зат туралы екі қарама-қайшы ұғымның ортасында бір нәрсе болуы мүмкін емес. Әр жеке предикатты не дәлелдеп, не жоққа шығару керек. Аристотель. Қарама-қайшы ұғым дегеніміз бір заттың ұғымын дәлелдеп, басқа кезде жоққа шығару. Мысалы, цензураға тыйым салынған,
Алайда егер қоғам мүддесі үшін керек болса, онда цензураға рұқсат беруге болады. Бір зат туралы бұл екі пікір бір мезетте шындық немесе жалған болуы мүмкін емес. Егер бұл пікірлерге қандай да бір өзгеріс енгізілетін болса, онда біріншісі жалған болады, басқаша болуы мүмкін емес. Толық негіздеме заңы. Кез келген дұрыс ой шындығы дәлелденген басқа да ой пікірлермен негізделуі керек. Толық негізі жоқ, дәлелденбеген кез келген ой пікір шындыққа жанаспайды, әрі әділетті болып саналмайды. Көбінесе келтірілген негіздемелер бізге белгісіз де болуы мүмкін. Готфрид Вильгельм Лейбниц, монадология. Жалпы бұл факт-чек айналысатын зат, яғни жариялау үшін толық негіздеме іздеу. Басындағы үш заңда формалды тәсілдерді пайдаланып, қандай да бір ұғымдарды ережелермен салыстыруға болады. Ал толық негіздемені анықтау үшін сыни ойлап, кейін ғана күмән келтірген ой пікірлерді тексеру керек. Толық негіздеме заңына кінәсіздік презумпциясы деген маңызды заңгерлік принципі де жүгінеді. Ол бойынша кінәсі дәлелденбеген кез келген адам кінәсіз. Әлеуметтік желіде және тіпті бақта бұл заңды күнделікті бұзады десе де болады. Оған мысалдарды сіз де қиналмай таба аласыз. Сот болмай тұрып, адамдарды еш дәлелсіз ұры немесе қылмыскер деп атап жатыр.